Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пончиктің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін ең алдымен ұнға тұз, ашытқыны қосып аламыз. Ашытқының мерзімі өткен-өтпеген міндетті түрде қарап алғандарыңыз дұрыс. Ары қарай қант, 2 жұмыртқа және де ерітілген сары майды қосамыз. Сары май кішкене салқындау қажет және жылы сүт қосамыз. Енді осылардың барлығын шетінен араластырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырды ерінбей ұзағынан шамамен менде 8-10 минуттай уақыт кетті. 8-10 минуттай жақсылап илеп аласыздар. Әрі қарай бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз 2 есе көтеріледі. Осылайынан алып, қалыңдығын 1 сантиметр етіп жайып аламыз. Ендігі кезекте видеода көрсетілгендей формамен ойып аламыз. Бұл жерде сыртқы диаметрі 8,5 см, ішкі диаметрі шамамен 3 см болу керек. Дәл бұндай формочка болмаса, өздеріңіз ойластырып, бокалмен ішін жаңағыдай кішірек формочкамен ойып алсаңыздар болады. Ары қарай тақтаны ұн шашып, болашақ пончиктерімізді ретімен қойып аламыз. Дәл осылайынан бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Қалған қамырларды жинап, қайтадан илеп қоямыз. Оны кейін тағы да жайып, ойып ала беретін боламыз. Қызып тұрған майда орташа отта шетінен қуырып аламыз. Осылай 3 түрлі шоколад пайдаландым. Кеседегі шоколадтарды микроволновкаға ерітіп, ары қарай әрлеу үшін кондитерлік қапқа азырақ шоколадтарды салып, қайнаған суға салып, батырып қойған болатынмын. Осылай шетінен шоколадтарды батырып алатын боламыз. Бірінші слой батырғанымызды шамамен 15 минуттай қатырып кептіріп аламыз. Ары қарай жаңағыдай бетін әрлеу үшін кондитерлік қаптағы шоколадымыздың ұшын кішкене тесіп, осы бірінші батырған шоколадымыз қатқаннан кейін ғана бетіне әрлеп сызып шығатын боламыз. Қазір видеода оны толығымен көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, балалар сүйіп жейтін дәмді пончиктер болып шығады. Менде осы рецептпен жасағанда 26 штук пончиктер шықты. Бірінші қабат шоколады қатқаннан кейін осылай әрлеп сызып шығамыз. Өздеріңіздің еріктеріңізге қарай әртүрлі түстерді үйлестірсеңіздер болады. Бұл жерде міндетті түрде түрлі түсті болу керек емес. Тек молочный шоколад, өздеріңізге ұнайтын темный шоколад. Қандай шоколад ұнатасыздар, сол шоколадты пайдалансаңыздар болады. Мен енді балаларға қызықты болсын деп кондитерлі дүкеннен осылай түрлі түсті шоколадтар алған болатынмын.